Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз экстрапирамидті жолдар. Мына суретте бейнеленген заттарды атап кетсек, мынау бізде ортаңғы ми, Варолев көпірі, сопақша ми және жұлын миі, қаңқа бұлшықетіміз. Экстрапирамидті жолдың бірінші жолы ол трактус рубра спиналис деп аталады. Қазақша атауы қызыл ядролы жұлын милық жол. Бұның қызметі қаңқа бұлшықеттер арқылы орындалатын қозғалыстарды және бұлшықет тонысын реттеу. Бұның басталатын жері ортаңғы мидың қызыл ядроларында ірі нейрондар болады, мультиполярлы. Солардан аксондар шығып, қарама-қарсы жаққа өтеді. Қарама-қарсы жаққа өтуі бізде форель қиылысы деп аталады. Және төмен қарай бағытталып, Варолев көпірінің негізінен және сопақша мидың негізінен өтіп, жұлын миына келіп, жұлын миының бүйір қабырғасы арқылы сұр затының алдыңғы мүйізіндегі мотонейрондарға келіп аяқталады. Осы жердегі мотонейрондар өз кезегінде олар аксон арқылы алдыңғы түбіршектен өтіп, қаңқа бұлшықетімізге барып иннервациялайды. Келесі жолымыз ол трактус тектоспиналис деп аталады. Бұның қызметі, яғни кенеттен болған көрулік, дыбыстық, иіс сезулік, жанасулық реакцияларға жауап ретінде шартсыз рефлекторлы қозғалыс реакцияларын тудыру. Бұның басталатын жері бұл ортаңғы мидың жоғарғы қорғанынан басталады. Яғни сол жердегі нейрондардан олардың аксондары төмен түсіп, ортаңғы мидың сұр затын айналып өтіп, қиылысады, яғни қарама-қарсы жаққа өтеді. Бұл өтетін қиылысатын жері бізде перекрест, яғни мейнерт қиылысы деп аталады. Және олар төмен бағытталып, Варолев көпірмен сопақша мидың дорсальды бетінен өтіп, төмен түсіп, алдыңғы бағана арқылы жұлын миының сұр затының алдыңғы мүйізіне еніп, сол жерде мотонейрондарды аяқталады. Өз кезегінде ол мотонейрондардың аксондары алдыңғы түбіршегі арқылы шығып, қаңқа бұлшықеттеріне барып аяқталады. Экстрапирамидті жолдың келесі жолы ол трактус вестибула спиналис деп аталады. Қазақша атауы кіреберіс жұлын милық жол. Бұның негізгі қызметі, яғни тепе-теңдік бұзылған жағдайда шартсыз рефлекторлы қозғалыс реакцияларының пайда болуы. Бұның басталатын жері, яғни Варолев көпірінен басталады. Варолев көпірінде бізде видеоларымыз көрген болсаңыздар, 8-ші жұп нервті түсіндірген кезде біз 4 ядроны айта кеткенбіз. Сол ядролардан басталады, яғни латералды, одан кейін төменгі ядросынан басталады. Яғни авторлар бойынша роллер және дейтерс. Олардан басталып, бір аксон болып, төмен қарай бағытталып, сопақша мидың дорсальды бетінен өтіп, жұлын миының алдыңғы бағанасы арқылы сұр затына, яғни алдыңғы мүйізіне еніп, сол жердегі мотонейрондарды аяқталады. Өз кезегінде ол мотонейрондардың аксондары алдыңғы түбіршегі арқылы қаңқа бұлшықеттеріне барып аяқталады. Экстрапирамидті жолдың келесі жолы ол трактус олива спиналис деп аталады. Бұның негізгі қызметі тепе-теңдікті сақтау мақсатында мойынның бұлшықетінің тонусын қадағалау және шартсыз рефлекстік қимыл қозғалыстарды тудыру. Бұның басталатын жері сопақша мидың олива құрылымынан басталып, төмен қарай бағытталып, жұлын миының бүйір бағанасынан өтіп, сұр заттың алдыңғы мүйізінің мотонейрондарында аяқталады. Ол мотонейрондар өз кезегінде аксондары арқылы алдыңғы түбіршектен шығып, қаңқа бұлшықеттеріне барып аяқталады. Экстрапирамидті жолдың келесі жолы ол трактус ретикула спиналис деп аталады. Бұл яғни ретикулярлы құрылымнан басталатын жол. Ретикулярлы құрылым деп отқанымыз ол сопақша мидың төменгі бөлігінен таламусқа дейін созылып жататын жол. Яғни ол торлы құрылым, яғни біз
осылай сүзере түсайық. Так, бұл жерде нейрондар бірігіп ретикулярлық құрылымға бірігіп, ретикулярлық құрылымнан шыққан аксондар жұлын миының алдыңғы бағанасы арқылы сұр затына еніп, сұр затының алдыңғы мүйізіндегі мотонейрондарда аяқталады. Ол мотонейрондар өз кезегінде алдыңғы түбіршігі арқылы шығып, қаңқа бұлшықеттеріне барады. Тракция ретикула спиналистің негізгі қызметі ол күрделі рефлекторлық акттерді орындау, яғни ол тыныс алу, ұстау, тағы сол сияқты қызметтер. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар.